Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай, аман есен. Бүгінгі күні төрт көзіміз түгел қауышқанымызға қуанып, бүгінгі күннің шүкіршілігіне риза болып, көңіл толтырудың әртүрлі тәсілдерін, өмірдің көркем тұстарын іздеуге кіріскен болсаңыздар, дұрыс арнаға қосылдыңыздар дер едім. Бұл ұлттық арна соңғы жарты жылдықтағы әдемі дәстүрге сәйкес өздеріңізге позитивтің толқынын тауып беруге тырысып жатыр. Біздің шығармашылық ұжым мүмкіндігінше біздің қонақтарымыз, біздің кейіпкерлеріміздің әртүрлі оқиғалары, кейстері арқылы сіздерді шабыттандыруға, жаңа бір дүниелерді ашуға, үлгі көрсетуге тырысуда. Ендеше осы бағдарламадан кейін, осы бір сағаттан кейін позитивті болып кетіп жатсаңыз, біздің жеңіс сол. Сонымен, құрметті көрермендер, біз бүгін не туралы айтамыз? 26 мамырда әнші Наркенже Серікбаеваның әдемі ана атты шығармашылық кеш өтеді. Өнер иесімен студиямызда сырласамыз. 10-11 сынып оқитын оқушылардың кейбірі қандай маман иесі атанарын әлі білмей жатыр екен. Сарапшы түлектерге мамандық таңдау бойынша өз кеңестерімен бөліседі. Ұлттық арнадан көрсетілетін дара білім бәйгесінің түсірілімі жүріп жатыр. Зияткерлік сайысқа қатысып жатқан студенттермен сұхбат құрамыз. Енді осының бәрін білемін, көремін, танимын десеңіз, қосылыңыз, даусын қаттырақ қойыңыз, біз бастаймыз. Өмір көркем! Соңғы статистиканы айтайын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сенсек, қазақстандықтардың 60% өзінің оқыған мамандығы бойынша жұмыс істемейді екен, ал 75% жұмысына көңілі толмайтын көрінеді. Жұмыспен қамту орталығының жүргізген енді осы сауалнамасына сәйкес, жоғары сынып оқушыларының жартысынан астамы мамандық таңдау бойынша ата-анасымен кеңескенін жөн көреді. Енді бүгінде сол жасөспірімдердің потенциалын ашу арқылы кәсіптік бағдар беру, мамандық таңдауға көмектесу, мамандарға сұраныс деңгейін арттыру емес, нарықты зерттеу. Қазір енді кәсіби мамандардың қолында. Шын мәнінде ата-анамыз біздің алдағы 10 жылдықта қандай мамандық өзекті болатыны, немесе қандай мамандықтың айлығы өсетінін болжап айтып бере алмайды. Нарықты зерттейтін, кәдімгі сіздің бойыңыздағы қабілеттердің барлығын танып, көріп, сізге кеңес бере алатын арнайы мамандар бар. Оған да шүкір. Профориентолог деп аталады. Ендеше сол осы кәсіптік бағдар беру маманы, профориентолог Динара Оспанованы біз студиямызға шақырдық, және сіздерге көз алдарыңызда ол сұхбат қалай жүргізіледі, балаға бағыт берудің үлгісін көрсету үшін 11 сынып оқушысы міне оқу бітірейін деп тұрған Нұрасыл Сейілхановты шақырып отырмыз. Көріңіздер, бір үлгі алып қалсаңыздар болады. Динара, Нұрасыл, келіңіздер. Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Шын мәнінде енді профориентология, яғни кәсіптік бағдар төледіңіздер. Кәсіптік бағдар беру бұл тікелей эфирдің студиясында 10 минуттың ішінде жүзеге асатын процесс емес. Бұл үшін баланы зерттеу керек, ұзақ уақыт бойы сөйлесу керек, сұхбат құру керек. Сол үшін Динара мен Нұрасыл біздің бағдарламамызға ертерек келіп, кішігірім бағдар беру сұхбаты болды. Оны өздеріңізге видеоға түсіріп алған еді, көрсетіп алсақ болады. Жақсы, көрсетіп жатыр екен. Мен дыбыспен деп ойлап қалдым, міне, жаңа ғана осы болған процесс. Сұхбаттарыңыз қалай жүзеге асты? Сұхбатымыз өте тиімді болды. Және де ең басында осы сұхбат алдында шыны керек, бәріміз білетініміздей, ұбт түлектері бейіндік пәндер комбинациясын таңдайды, яғни екі пән бойынша мамандық таңдайтын болады. Мен ең басында осы профориентация алдында екі комбинация арасында таңдай алмай жүрген болатын. Ол яғни тарих пен география, және тарих пен шет тілі. Бірақ осы профориентациялық сабақ консультациядан кейін мен осы тарих пен ағылшын бейіндік пәндер комбинациясын таңдаған болатын. Ал неге күмән болды, қазір сөйлесеміз? Неге күмән болды? Енді осы 17-18 жаста әрине болашақ мамандықты таңдау өте қиын. Сол үшін әртүрлі мамандықтарды қараған болатын, және де осы ең ұнатқан мамандықтардың бірі, яғни ғылыми тарих және де дипломатия болатын. Солардың арасында таңдау қиын болған болады. Ғылыми тарихты оқысаң, сен ғылым боласың, тарих ғылымдарының докторы, кандидаты. Ол мамандар қандай жұмыспен қамтылады? Олар яғни университетте жұмыс істей алады, немесе зерттеумен алсақ. Ғылыми академия. Ондай жұмыспен айналысу біздің мемлекетімізде тиімді ма? Сен оны зерттедің ба? Осыны шыны керек айтайық, ғылыммен айналысу
мемлекетімізге өкінішке орай тиімді емес, мемлекет ешқандай қаржы беріп жатқан жоқ ғылыми салаға, бірақ та енді сол үшін шығар осы дипломатияға баруға бел болған болады. Міне, негізі бұл кәдімгі объективті зерттеу. Объективті. Ертең мен бала шағамды қалай асырам деген сұрақ тұрады. Қанша жерден мамандықты жақсы көріп тұрсаң да, сол үшін дипломатияға, яғни тарих ағылшын. Дұрыс па? Сол таңдалды, бірақ негізі жүрегің нені қалайды? Жүрегім негізі ғылымды қалайды, бірақ та енді осы сабақты пайдалана отыра жалпы мемлекетімізге, үкіметімізге айтқым келеді. Ғылымды кішкене қаржыландырсаңыздар, осындай мысалы көзі жанған балалар ғылымға тартылушы еді. Ал негізі қазір айналып кетейін, өте жақсы. Сол ғылымға бармай жатып, дипломатия тағы басқа тиімді мамандықтарды таңдап жатыр. Негізі көз алдымызда біз бір жақсы ғалымнан айырылып отырмыз, құрметті көрермендер. Шын мәнінде бұл мәселеге мемлекет басшысы да үлкен назар аударған еді. Осыдан қателеспесем 2 ай бұрын ғылымға, ғылыми жобаларды ары қарай жетістікке жүзеге асыруға бизнестің назарын аудару керек, әйтпесе ғылым кенжелеп қалып жатыр деген пікір айтылған болатын. Міне біз дәлеліміз. Динара, қалайсыз енді? Не болып кетті? Ақшаның соңына кетіп қалдық па қалай? Жоқ, Нұрасыл ақшаның соңына да кеткен жоқ. Өйткені мен Нұрасылдың, яғни дүниежүзі тарихы және ағылшын тілі комбинациясына да қызығушылығын байқадым. Егер де ол тарих жағына енді аса тарихтан алыстап кеткен жоқ, өйткені дүниежүзі тарихын зерттейді, ол дипломатия, саясаттануды зерттейтін азамат болады. Сыртқы істер министрлігі ғой сондай. Иә, сондай маман ретінде. Мен ол маман ретінде бұл баланы көріп отырмын. Өйткені өзімде медицина саласында да жұмыс істедім, педагогика, техника ғылымдарын саласында көп жұмыс істеп, және әлі күнге дейін ол білім саласында экспертпін. Университеттер мен колледжде тексерген кезде бірден студенттердің беттеріне қарап отырып көріп отырамын. Иә, сенен ертең болашақ маман күшті журналист шығады, сенен доктор дәрігер шығады, сенен саясаттанушы, ал сен болсаң ертең балабақшаға барып күшті керемет тәрбиеші болатын мен бірден көріп отырамын. Яғни визуальный осмотр, яғни бақылау деген бізге өте тамаша осы жерде көмектеседі. Құмалақты шаш жеріп па? Менің көптеген енді профориентолог және профориентаторлардың өз жиі қойылатын сұрағы, яғни менің өзімнің жеке әдістемем бар. Ол әдістемемін әлі ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ. Ол да эксперименталды түрде менде қазір болып жатыр. Ол әдістемені әлі көп адам пайдаланбайды. Динар ханым, кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлгеніме, мен жаңа құмалақты шаш жеріп па деп әзілдеп жатқаным. Шын мәнінде профориентолог, яғни кәсіп бойынша бағдар беру мамандарын көпшілік әлі біле бермейді. Көпшілік ата-аналар өзі болжайды. Сен тарихты қайтесің жағы? Дипломат болса дейді. Дипломат болудың өзі сыртқы істер министрлігіне жұмысқа тұру оңай емес. Үлкен іріктеу, ол жерде сен күн сайын жақсы оқу керексің, тек үздік бағалар болу керек, және сенде бірінші курстан бастап карьераға кәдімгі қоғамдық белсенділік керек. Мысалы, бірақ оның бәрін жолды білмейді ата-ана, аты әдемі естілетін нәрселерге айтады. Ал енді профориентолог ретінде сізді үлгі қылып көрсетіп отырғаннан кейін, мысалы, бетіне қарап отырып айтам десеңіз, сенімсіздік туындап қалуы мүмкін. Бұл бір сіздің техникаңыз. Ал шын мәнінде баламен сұхбат қалай жүзеге асу керек. Сізге база жасасаңыз, әлі таңдамағандар кішкене сізден бір үлгі алып, өздері бір. Міндетті түрде сіздер кәсіби профориентолог, профориентаторға бару керексіздер. Яғни отбасымызда 90-шы жылдағы ата-аналарымыз бар ғой енді. Ата-ана деген біз қазір. Біз өзіміздің мамандығымызды, яғни көбінесе заңгер, немесе экономист ретінде мұғалім болып таңдағанбыз. Ал қазір кезде біздің балалар мүлде басқаша ойлайды. Оның жадында да басқаша бір ойлар бар. Олар тек қана Қазақстан емес, шетелдік аймақтың барлығын зерттеу үстінде. Бұл балаларды, яғни мен біріншіден диагностикаға келген кезде әртүрлі енді метод дейді ғой, әдістемелермен тексереміз ғой. Ол методтың бірі ол тест алу. 100 сұрақтан 300 сұраққа дейін тест. Екіншіден жеке сұхбат, яғни баланың психологиялық, физиологиялық және де былай қарағанда енді сканер ретінде болу керек. Мен өзім педагог болғаннан кейін алдымызда отырған оқушыны біз бүйтіп не дегенде зерттеп шығарамыз. Өйткені ол кабинетке кіргеннен бастап, ол кабинеттің қай жеріне отырды? 10 парта тұрады. Мен солай зерттеймін. Ол бала лидер ма? Оның сөйлеуі қалай? Аяғын сылтып баса ма? Көзі дұрыс көре ма? Әр мамандыққа сол әрбір не қасиет керек. Өйткені ол ертең ұшқыш болатын маман, ол көзі де дұрыс көру керек. Ол былай қарағанда
физиологиялық тұрғыдан денсаулығы да мықты болу керек деп соған біз критерий қоямыз. Дәрігер болу үшін оның қандай жаңағы қасиеті керек, дипломат болу үшін ол қандай болу керек. Сондықтан баланың өзі кірген кезде мен ол қанша жерден 100 жерде мен дипломат болып келем дегеннің өзінде де мен ол балаға басқа бағыт беремін. Яғни бала дипломатияға татымайды, немесе медицинаға сай емес екенін біз адамға ұқтыру керекпіз. Яғни профориентацияға келген оқушыға біріншіден өз-өзіне сенім арттыру керекпіз. Кейбір бала сенбеуі мүмкін. Мен журналист болғым келді, бірақ ата-анам мына жаққа бар деп, мұғалім бол деп айтатыны бар. Журналист қазір мамандығы ол ертең соғыс басталса немесе бір жер жарылып жатқан жерге барған кезде қыз балаға бұл жарамайды деген ойларда болды ондайды. Бірақ та ана бала өзі мен жоқ журналист боламын деп бет бұрып келген балаға мен мүмкіндігінше ол мамандықтың плюсын да көрсетуім керекпін, минусын да көрсетуім керекпін, еңбек ақысы қайда бар, қандай болады, аз ба, көп па, жұмысы ауыр ма, жеңіл ма, осының барлығын келтіру керекпіз. Ғылымды да сөйтіп көрсетеміз, өзімде ғылым жолындамын. Ғылым жолы өте қиын, ол сен қайда жұмыс істейсің, жұмысың әрқашан бола бере ма деген мәселеге айтамыз. Дәрігер болам деп келгендер бар. Ол ойлайды, мен тек қана 4 жыл, 5 жыл ғана оқимын. Сіздер 11 жыл оқисыңдар, плюс тағы да 5-10 жыл тағы оқисыңдар деген кезде төбе шаштар тік тұрады. Ондықтан да дәрігер болу үшін де сіздер психологиялық тұрғыдан күшті бір дайындықта болу керексіздер. Осындай мәселе көп туындайды. Яғни диагностика деген ол тек қана тестін ала салып, міне балам, сенің бағытың осындай емес. Олай енді мамандығыңыз құнсыздандырып отырған жоқпыз, біз сізден жай ғана лайфхактар сұрап отырмыз. Ата-ананың ауылдық аймақтарда ұлттық арнаны көретін территория ауқымы үлкен. Барлық жерде профориентолог бар деп айта алмаймын. Сондықтан біз сіздерді осылай эфирге шақырудағы мақсат қазір осы бізге берілген уақыт аралығында сұхбаттың үлгісін көрсетсе, қандай критерийлер бойынша балаға бағыт берсе, ешқандай ата-ана баласының қимыл қозғалысына аяғын сілтіп басқанына қарап, бұның болашақта лидер болады, болмайтынын айта алмайды. Әрбір ата-ана өзінің баласын әкім көреді, президент көреді. Бізге қазір оған бағыт беруді үйрету керек. Сол үшін сізді шақырып отырмыз. Қандай сұхбат жасау керек деп сіз айтып берсеңіз жақсы болар еді. Этап бойынша айтайын, яғни кірген бетте мен тақтаға немесе ақ параққа баланың өзінің... Міне тақта кеттік. Давайте, кеттік. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермендер, жас түлектермен болашақ мамандық таңдау бойынша біздің студиямызда Нұрасыл, жаңа ғана бағдарламамызға дейін бастай беріңіз. Профориентолог Динарамен мамандық таңдады. Сонымен қалай жүзеге асу керек? Бір әдісті көрсетейін. Екіншіден, яғни Нұрасыл, қазір саған 1 минуттық уақыт беремін, тез арада өзінің армандаған мамандықтарын жаза қой, мына жерге 3 хоббиіңді жаз. Кез келген ата-ана немесе әсіресе енді осы жасөспірімдік жасқа келген кезде олармен жеңгелері, бауырлары дос болып жатады, сол профориентологты рөлін сондай жақындары атқарса болады. Мысалы, дәл осылай бірінші тәсіл, Динара ханым, армандаған мамандықтарын жазу тәсілі. Тізім жазып шығамыз. Дипломатия кетті бірінші рейтингте, шығыстану, саясаттану. Мұнда хобби жазамыз ғой? Мәдениеттану, қандай әдемі мамандықтар? Мен көп жағдайда жас түлектерден материалистік мамандықтарды көп естейтін болдым. Кейін кезде IT, технология, физика. Мына жерде кәдімгі аймақтану деген бір факультет тұр ғой? Ал, рахмет. Енді бұдан кейін тақтамыз үлкенде болса, мынандай кластерлік зерттеу жасаймыз. Яғни дипломатия бұл бізде не халықаралық қатынастар. Қазір бір сәт біз құрметті көрермендер, біз өздеріңізге экранға осы кезде еліміздегі ең үлкен сұранысқа ие мамандықтардың тізімін шығарып қойып отырмыз. Өз анализдеріңізді қосымша қатарынан жүргізіп алсаңыздар болады. Бұл халықаралық қатынастар, иә? Шығыстану. Факультеттерге бөліп тастайсыз. Біз мамандықтар бөлеміз, сосын қандай таңдау пән тапсыруың керектігін бөліп қоямыз. Содан кейін сол пәндер бойынша баланың өз-өзіне деген сенімділігін тексереміз. Егер де ол бала сенімсіз болса, ол мамандықты бірден алып тастаймыз. Ол қиын болады. Келесі саясаттану, сосын мәдениеттану. Саясаттануға тапсыратындар аз, грант көп дейді. Ол қазір статистикадан көреміз. Ал енді халықаралық қатынасқа бару үшін қандай таңдау пән аламыз? Тарих және ағылшын. Яғни дүниежүзі тарихы, сосын ағылшын тілі. Шығыстану? Дәл солай. Дүниежүзі тарихы және ағылшын тілі. Жалпы барлығы бір. Мынау саясаттану ол да тура осымен бірдей. Дүниежүзі тарихы, ағылшын. И мәдениет те бізде дүниежүзі тарихы және ағылшын. Былай қарағанда таңдау пәні бір. Дүниежүзі тарихында өзінің білімін қандай?
Жақсы білем, орташа білем, нашар білем. Жақсы білем деп айта аламын. Жақсы білесің, плюс қоясың. Ағылшын тілі Орташа деймін. орташа деңгей. Мынау да тура сондай, мен қайталанбай ақ қояйын, бәрі бірдей болып тұр. Не дегенде де осылай. Егер де баланың жаңағы таңдаған пәндері әртүрлі болса, уже былай қараймыз, метод деген әдістемесі бар. Сараптаймыз, қай жақта плюс көбірек болса, сол жаққа көп бейім жағына қарай бұру керекпіз. Енді қараңыз, біз ұбт тапсырған кезде неше мамандық жазамыз? 4. Төртеу, дұрыс. Төртеуін таңдаймыз. Енді статистиканы ала келе ғой. Мен енді өзімен бірге мынандай статистиканы... Бұл қандай статистика? Бұл яғни 3 жылдың ішінде өзім жинақтаған статистика. 3 жыл бойы қанша Қазақстан Республикасында қанша грант бөлінген, және де шекті қанша балмен бала грантқа түсе алады деген осындай ақпарат бар. Яғни бізде дүниежүзі тарихы және ағылшын. Енді мен мынаның қасына қазір грант саны мен шекті балдарын жазып шығайын. Халықаралық қатынастар, бұл бізде 124 балл, соңғы балы, яғни баланың балы 124 болды. 124 болды. 123 балл алған бала уже грантқа түсе алмайды. И бөлінген гранты 80 ақ. 80 грант болды. Сол өткен жылы. Қараңыздар. Шығыстану мамандығы бойынша бізде 111 шекті балл болды. Неше грант бөлінді? 80 грант. Міне, 80 грант бөлінді. Әрғарай саясаттану 110 балл бізде шекті балл болды. 92 грант бөлінген. Және мәдениеттану 108 балл бізде шекті балл болды. Бізде грант саны 30 грант. Негізі, мынау статистиканың негізі ақпарат көзінде бар ашық. Google-да бар бұның барлығы. Өздеріңіз іздеп тапсаңыздар да болады. Бұны таппаймыз деп қиналудың қажеті жоқ. Жақсы, кеттік. Міне қараңыздар. Енді мен Нұрасылмен бүгін өте оңай болды, өйткені оның таңдау пәні екеуі қана. Дүниежүзі тарих және ағылшын. Осымен дайындалуың керексің. Енді ұбт тапсырғанда сіз 4 мамандықты белгілейсіз, міне 4-еуі де тұр, тағы да 5-еуі 6-ы да болады, 10 да болады бізде. Бірақ енді соның ішінде 4-еуін таңдағаннан кейін стратегиясына көшейік. Сіз ең бірінші қай мамандықты жазасыз? Өйткені сіздің армандаған мамандығыңыз өзіңізге дөп түсіп, соған сіз грантқа түсіп кету керексіз. Қай мамандықты сіз халықаралық қатынастарды сіз қалап тұрсыз. Ендеше нөмір 1-лі сіз халықаралық қатынастарды аласыз. Екінші мамандығыңыз қандай болады? Бұл жөнінде мен сізге айтып кетейін. Ең соңғы 4-ші мамандыққа балы ең төмен мамандықты қою керексіз, ал ортасына, яғни бізде не істейді? Балы кему бойынша қою керексіз. Осылай бір мындай лайфхак бар бізде. Үлкен маңызды мәселе екен. Түлектерге балы ең төмен мамандықтарды төменгі жағына қарай тізімде соңғы қып жазу керек. Яғни жоғарысынан бастап жазамыз. Мына саясаттану, және 4-шісі бізде не болды? Мәдениет. Яғни грантқа түскенің шешеді ма сонда сенің жағдайыңды, Нұрасыл, болашақ мамандығыңды? Жоқ, жалпы халық қатынастар немесе шығыстану осының біріне түсемін деп ойлап тұрмын. Грант жетсе, енді грантты оқимыз, жетпесе енді көреміз. Ақылы оқимыз. Негізінде былай қараған кезде халықаралық қатынаста жұмыс істеу үшін мынау мамандықтар барлығы да керек. Керек. Маңында жүрген мамандықтар. Тамаша, енді бізде прям анық көрініс пайда болды. Рахмет сізге. Нұрасыл, сұрақ сізге. Мектепте қалай жағдай қазір? Көбіне қандай мамандықтарға басымдық болып жатыр қатарластардың арасында таңдау бойынша? Енді қатарластарым негізінен өте қазіргі таңда тиімді мамандықты таңдап тұр ол. Яғни ақпараттық технологиялар және де сонымен байланысты мамандықтардың бәрі өте қазір тиімді және де сұранысқа ие мамандықтар болған соң балалардың көпшілігі, басым көпшілігі соған барып жатыр. 22. Нешеуі IT таңдап тұр? Бізде негізі жаңа айтып кеткен болатынмын, ақпарат технология тиімді еді, сұранысқа еді, бірақ та біздің класста негізі көбісі дәрігерлікті таңдап жатыр, және де жалпы IT таңдаған бала негізі аз. Үшеу. Бірақ та ол біздің класс қана, жалпы Қазақстанда алатын болсақ, ақпарат технологиялары өте сұранысқа ие мамандықтар. Бөліп жатқан гранттар саны да көп, болашақ бойынша да бөлінген гранттары өте көп мамандық болып тұр. Ал былай, мынау сен таңдаған бағыттарға қызығатындар бар ма? Сыныпта жалғысын бәлі? Қызығатындар әрине бар, бірақ та көріп тұрғанымыздай балдар өте жоғары, және де грант саны аз. Мысалы, мәдениеттану 30, халық қатынастар 80, жалпы сол үшін оған кейбір балалар осы бейіндік пәндерді таңдауға қорқатын негізі былай.
қалай ойлайсыз Динара ханым? Мысалы, мен өзім мен журналистика оқығым келді. Журналистика болмады, амал жоқ филфак оқыдым, филолог. Бірақ ешқашан филолог болып жұмыс істеген жоқ. Міне осындай болмайды ма? Мысалы, қанша бала қалайды мәдениеттанушыны оқуды, мысалы, образды сөйлемей айтатын болсақ, мәдениеттануды оқығысы келеді, грант аз, өзі бір басқа бағыттағы бір мамандықты таңдайды, бәрібір практика одан болмайды. Осындай статистикаға жетуіміз мүмкін ба? Кейін оқу бітіргеннен кейін түсініңіз бе? Қайталап беріңіз. Оқушылардың қалайтын мамандығын таңдауға грант санының аздығы кейін олардың оқыған мамандығымен жұмыс істемеуіне алып келіп соғады ма көп жағдайда? Сізде ондай ақпарат бар ма? Ақпарат деген кезде мен зерттеу барысындамын, 15 жыл бойы осы профориентациямен айналысып келемін. Яғни не дегенде де мен аккредитация жұмыста істеген соң көптеген жоғарғы оқу орындарының басшыларына мындай мамандық әзірше біздің қоғамда үлкен бір қажеттілік туындап жатыр деп айтамыз. Оларды көбірек шығару керек. Біз сондықтан мемлекеттен грант бөлу үшін жаңағы белгілі бір бағдарламаларға қол қойылып, сол мамандықтарды көбейтсек дейміз. Немесе ескі мамандықтар бұрынғы кеңес үкіметінде болған, әлі де бізде оқу бағдарламаларының тізімінде, шифрында тұрған мамандықтар өте көп. Басшыларға да біз оларды алып тастап жауып, керісінше осы жаңа мамандықтарды алып келіп ашсақ деген ниет білдіреміз. Енді ол да уақытқа байланысты. Енді сіз айтып отқандай, ол балаларымыз практика ала алмай қалады, грант жетпей қалып отыр, басқа мамандықтар арқылы былай кіріп жатыр. Яғни байланысты мамандықтар болып тұр ғой, алысқа кеткен жоқ. Оның өзінде де жақсы филолог, жақсы журналист болады. Тек қана жақсы практикадан өтсе. Не деген деді? Түсінікті. Енді құрметті көрермен, бүгін осы сұхбат барысында өздеріңізге еліміздегі ең жоғары сұранысқа ие мамандықтарды экранда беріп отырдық. Шын мәнінде енді грант санын мемлекет тарапынан бөлудің санына қарап та шешім шығара беруге болады. Бұл мамандар бізде болашақта үлкен сұранысқа ие болмайды дегенді де білдіреді. Немесе осынша ғана маман шамамен осы 4 жылдан кейін керек болуы мүмкін деген бұл да аналитика. Сондықтан грант санына да қарап мамандыққа бағыт алғанымыз дұрыс шығар. Нұрасылға рахмет, шынайы ашық өз ойыңызды ортаға салғаныңыз үшін. Динара ханым, сізге рахмет. Құрметті ата-аналар, түлектердің бауырлары, туыстары, біз сіздерге мүмкіндігінше осындай диалогқа жақынырақ болуға кеңес береміз. Себебі түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалады. Жаңағы әдемі кеш бар, мектеп бітіру кеші, оған дайындалады. Жүректе толқыныс көп, таңдау жасау қиындау. Біз көмектесу керекпіз. Жақсы, хабарымыз аздағымыз үзілістен кейін жалғасады. Сіздерге көп рахмет. Алыстамаңыздар. Өмір көркем. Әрбір ару, әлемдегі әрбір ару менің ойымша Парижді көруді армандайды. Білмеймін, бұл бір қай заманда пайда болған арман екенін, қай заманда арулардың барлығының санасына Парижді көру арман деген ұғымды енгізіп қойған мен білмеймін, бірақ және әрбір қанша жасқа келсек те ішімізде кішкентай ханшайым өмір сүретіні анық, бәріміз Парижге барғымыз келіп тұрады. Сондықтан армандарды орындау, гештальтті жабу, біз осы тақырыпта айтқанбыз, өте маңызды, қай жаста да болса да. 80 жаста әлем аралап арман орындаған кеш емес деген ұғымдарды бізге дәлелдеп жүрген кейіпкеріміз бар. Европа елдерін саяхаттап шыққан 83 жастағы Нұрғайни апа 3 ел 6 қала 2 аралға бар үлгерген. Әсіресе оның ішінде бәрі Парижден басталған. Оның айтуынша бұның бәрі 6 жасар Назираның арманнан басталған екен. Нұрғайни әжеміз және немересі Назира Қайымова. Біз қазір байланысқа шығамыз, сұхбаттарын тыңдаймыз, бәрі қалай болғанын сұраймыз. Дегенмен бірінші апайымыздың әдемі видеоларын көріп алайық саяхаттардан. Bonjour, I'm in Paris. Bonjour, oui, oui. Garçon, I'm in Апамыз деген кәдімгідей жасын айтуға ұяламын мен мына жерде құрдасымыздай болып тұр. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Иә. Жақсы. Апа Париж жаққан ғой деймін. Әдем болып тұрсыз. Тамаша. Қай мемлекеттен бастадыңыздар саяхаттарыңызды? Қалай болды бәрі? Неден басталды, өздеріңіз айтып берсеңіздер? Ең бірінші Парижге бардық. Содан кейін ары қарай Францияны аралап Этерта деген қалада болдық.
содан кейін Ницца, Монако деген кішігірім мемлекетке кіріп шықтық. Одан Флоренция мен Венецияға бардық. Ницца мен Монакоға кіріп шықсаңыздар жаман емес жағдайларыңыз. Иә, шүкір. Солай қарапайым біз десеңіздер. Мен жаңа сіздердің оқиғаларыңызды оқып отырмын. Сіздер билет алып барам деп жоспарлағаннан кейін пандемия басталып кетіпті, иә? Сол кезде апа сіз бармайым, қой құрсын деп кішкене тежегішті басыпсыз, солай ма? Кішкене бармаймын деп айтыпсың деді. Күмәндандыңыз ба? Бармай-ақ қояйын дегенім ғой. Содан коронавирус бітіп, биыл Назирам ешқандай прививка да керек жоқ. Бәрі дайын мама, дау мама кетеміз деді. Мақұл деп кетіп қалдық. Сол баяғы жас подросток кезіндегі менің арманым, Назирамның уәдесі, Құдайға шүкір бұйырып, Францияға, Венецияға барып қайттым. Тамаша. Ақыры сізде армандаған екенсіз ғой. Париждегі әйгілі Монмартрға жаяу көтеріліпті деп естіп жатырмын сізді. Ол жерде 200 қанша баспалдақ бар өзі, ұмытып қалдым. 389 баспалдақ. 389 баспалдақ, өте биік жер. Баспалдақтан ары қарай, осы жадағай тау болды, таудың төбесіне қарай, тағы жаяу жүресің, сол таудың төбесіне көтерілесің. Оған дейін жеттіңіз ба? Монмартрға дейін? Иә, төбесіне жетіп, ар жағынан мұхиттың жағасын көріп, құлаға теңіз, енді мұхиттың жағасы теңіз ғой, теңізді көріп, сол жерде жүрдік. Қалай енді? Ұнады ма сізге? Шаршаған жоқсыз ба? Ой, ұнағанда қалай, ерекше болды ғой. Ана жерге шығып, соның бәрін көріп, ерекше таңғажайып. Соншама көңіл күйімнің көтерілгені. Тамаша, Назира, енді әжеңіз осымен тоқтамайым, ары қарай басқа жаққа барайық деп желіге көтеріліп отырған шығар. Ой, бар сияқты сондай. Азияға қарап қояды, сол жер Қытайда болмадым деп. Қытайда болды. Да емес, ана Великая стенаны көрмедің ғой, иә? Ұлы Қытай стенасын көргім жоқ. Соған барғысы келіп жүр енді. Тамаша. Және бір білетінім, сіздердің саяхаттарыңыз қатты қымбатқа шықпаған, иә? Жеңілдіктермен оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Назира, түсіндіріп жүріңізші шамалы кішкене? Иә, әрине өзім мен саяхаттауды қатты ұнатамын, сондықтан да алдын ала барлық билеттерді қарастырып, ыңғайлы жерді, сонымен қатар жаңағы өзім жалғыз саяхаттағанда бір бөлек, үлкен адаммен саяхаттағанда, мысалы лифті бар жерді, мысалы қонақ үй болса лифтісі бар болатын, сосын алыс емес жерлерді таңдадым, дегенмен үнемі саяхаттауға тырыстық. Тамаша, көп рахмет. Енді сіздердің видеоларыңыз қазір әлеуметтік желіде үлкен танымалдыққа ие болып жатыр. Бұның бір артықшылығы, сіздер кәдімгідей көптеген әжелеріміз, апаларымызды шабыттандырып жатырсыздар. Әсіресе зейнетке шыққанда ойбой енді не істеймін дегендер. Тамаша, мотивация болып тұр. Баратын жолдарыңыз үнемі ашық болсын. Қуат көп болсын. Қытайда ұлы Қытай қорғаны бар, неше түрлі биікке мінетін жерлер бар. Өзіңіз жаяу бағындырыңыз, Фудзияманың шыңына шығыңыз. Басты соған дейін жетіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет. Иә, міне осылай құрметті көрермендер, ең бастысы армандау керек. Ары қарай біздің миллиардтаған нейрондарымыз, ағзамыздағы ми нейрондары барлығын жүзеге асыруға талпынады. Және немерелер бар ғой, ұйымдастырады. Солай, біз енді хабарымызды басқа тақырыптармен жалғастырсақ. Қазақстан арнасында жақында енді еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ден астам білімді студенттің басын қосқан Дара деген білім бәйгесінің түсірілімі жүріп жатыр. Бұйырса эфирге шығады жақында. Барлығы 32 команда 3 кезеңнен тұратын интеллектуалды және логикалық сұрақтарға жауап таба білу керек шарт бойынша. Енді бағдарлама жуырда өздеріңізге эфирге көрсетіледі. Осы білім бәйгесінің қатысушыларын біз қазір студиямызға шақырғымыз келіп отыр. Сіздерге кішкене миларыңызды шынықтырайық бірге деп. Сонымен біздің студиямызда Дара интеллектуалды ойынының қатысушылары Әлішер Әуел, Мұхаммедәлі Әділбай, Мадина Бекенова, Нұрхан Ералы. Келіңіздер, қайырлы күн. Не деген киімдер мынау? Жақсы? Солай ма? Жақсы. Қош келдіңіздер. Өте қуаныштымын. Әр университеттің өкілдері, иә? Дараның шарты бойынша сіздер барлықтарыңыз кішкене араларыңызды ашып отырсаңыздар. Рахмет. Шарт бойынша сіздер бір команда? Әлі әр команда өкілдері? Әр команданың капитандары. Әр университет бір-бір
Онда өз университеттеріңіз, өздеріңіз туралы қысқа ғана айтып берсеңіздер, кім бастайды? Мен бастайын. Талдықорған қаласында орналасқан Жетісу облысы, яғни Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, іргесі 1972 жылы қаланған. Қазіргі таңда басқарма төрағасы Қуат Маратұлы. Біздің университеттің тарихы туралы айта берсе кеңінен жайылған. Жетістіктерімізбен өзіміздің барлық университетіміздің студенттерімен мақтанамыз. Тамаша. Қанша бала келіп отырсыздар университеттен? Біз университеттен 6 бала келіп отырмыз. Тамаша. Сіз қайдан? Мен Қостанай әлеуметтік техникалық университетінен Қостанай қаласынан келіп тұр. Қостанай қаласынан келіп тұрған жалғыз университет. Осы сайысқа командамыздан 6 бала. Техниктарсыздар? Жоқ, біз әртүрлі мамандықта қарастырылған. Өз университеттеріңізде іріктеу болды, іште. Сосын үздіктер таңдалып, осында келіп отырсыздар, Сіз кім боласыз? Өзіңізге қарап біліп отырық, енді айта беріңіз. Мен әскери қызметкер ретінде саналамыз. Біз Орта Азия бойынша құтқарушыларды даярлайтын жалғыз академия Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясынан келіп отырмыз. Сіз қанша бала келдіңіздер? Біз 6 бала іріктеліп келіп отырмыз, әр облыс бойынша. Жалпы әскери киім киген адамның сөйлеген сирек көретін едік. Байқауда сөйлейсіздер ма көп? Әрине. Қалай рейтинг, қалай алда келе жатсыздар ма? Кішкене спойлер жасап жіберейін. Біз өзіміздің жақсы әрі мінезді жігіттер екенімізді қалай айтса болады, Алаш зиялыларының ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың сөзімен бастағым келіп отыр. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген өзіміздің мінезді жігіттер екенімізді көрсету үшін келіп отырмыз осында. Тамаша. Сіз кім боласыз? Сізде мінездісіз ба? Бізде де мінез бар. Біз Павлодар қаласы тарихы терең Сұлтанмахмұт Торайғыров университеттен келіп отырмыз. Бізде командада 6 бала, әр бағыттың үздік студенттерін алып келіп отырмыз. Тамаша. Университеттің ішіндегі іріктеулер қалай өтті? Тартысты болған шығар, Әрине. Жалғыз сүйір қыз екен. Жалпы қыздар көп па байқауға қатысып жатқан? Байқауға қатысып жатқан, қыздар көп. Мен өз командада мысалы 4 қыз, 2 ұлмен қатысып келдік. Біз универдің арасында бізге жаңағы хат келгенде, осындай сайыс болады дегенде, біздің ұстаздарымыз жаңағы қабылдап отқан жоғарыдағы адамдар студенттердің арасында іріктеу жасап, әрбір мамандықтан өзінің алдағы жақсы оқитын студенттерін алдым. Жақсы, біз осы жасы 40-қа жақындап қалғандар 21 ғасыр көшбасшысы деген ойындар болатын. Сонымен өскен ұрпақ біз. Яғни біздің барлығымыздың оқушы кездегі арманымыз сол ойынға қатысып білімді екеніңді көрсету. Және әр мектепте осындай іріктеулер болатын. Ал енді қазір көріп отырмын, бұл кәдімгідей еліміздегі университеттердің арасында әсіресе жақсы білімді, жақсы оқитындарды бір серпілдіп тастаған жоба болған сияқты. Бұл жалпы мемлекеттік білім алушы жоғары білім ордаларындағы студенттерді бір серпілтіп тастаған жоба болып тұр екен, енді ғұмырлы болсын. Процесс қалай болып жатыр? Білетініңді бәрібірде эфирде, қанша софит жанып тұрғанда, қанша камера саған қарап тұрғанда жеткізу қиындау болады, әлі онда емес па? Әрине қиындау болады. Мінездіміз ба? Әрине. Әркімнің ішкі толқынысы бөлек, соны жеңіп шығу керек эфир барысында. Және де өзіңнің ақылыңды, білімділігіңді көрсету керек, қажет болады. Камерадан қорыққандар бар ма? Айтыңыздар, шындарыңыз. Осы сұраққа мен жауап берейін. Бұл тек қана викторина емес, телевизиялық жоба болғаннан кейін бізді жан-жағымыздан камералар қоршайды. Осы кезде толқыныс болады, іштен жану болады, соның бәрін жеңу, осының барлығына бізді сол кезден өзіміздің арамызда іріктеліп жатқан кезде дайындаған. Камерадан жанбау, сұраққа толық жауап беру, өзіңнің біліміңді толық 100% шығаруды бізге сол кезде үйреткен. Сондықтан эфирде онша қиындық болған жоқ бізге. Барлығы жақсы өтті. Сізге қалай? Бізде командада алғаш рет эфирге шығып жатқан адамдар болды, қобалжулар болды. Команда капитаны ретінде осы мәселені шешу керек болды. Барынша қолдау көрсетіп, қорықпаңдар, біз жеңеміз, біз мықтымыз, мотивация беріп. Мотивация беру өте қатты маңызды болды. Себебі камерадан қорып қалса, ойлағаны естен шығып кетеді, біліп тұрған сұрағын ұмытып қалады. Ол командаға ол үлкен проблема болмас үшін осы дүниелерді шешіп алдық. Осы сұхбаттан кейін, жалпы осы жобадан кейін мотиватор тренинг боламын дейсіз? Мүмкін сондай ой бар. Жақсы, енді студенттер болғасын кішкене әзіл қалжыңға салып отырмыз. Қалай ойлайсыздар, жоба көреді ме адамдар?
студенттерге қызық болады ма? Процестің ішінде жүрсіздер ғой сіздер. Бұл жоба менің ойымша Несімен қызық болады, иә? студенттерге өте қызық, тіпті студенттерге емес, оқушыларға да өте қызық деп ойлаймын. Иә, өйткені білімдерін тексере алады, командаларды тексереді, болмаса өзі де осындай бір жобаларға қатысқысы келуі мүмкін. Барынша қызық болады, өйткені эфирде өте қызықты дүниелер бар, адамдарды бір-біріне байланыс өте артып жатыр. Барлық студенттерді осындай бір дүниеге итермелейтін эфир болады деп ойлаймын. Жалпы енді бұндай жобалардың басты артықшылығы көріп отырған адам үлкен болсын, кіші болсын, оқушы болсын, сұрақтарға жауап беруге тырысып отырады. Яғни біз гиппокамп дейміз, мидың нейрондарын белсенділікке өзіміз жігерлендіреміз. Ал енді қаншақты дара екендеріңізді, дана екендеріңізді бізде сынап көрейік. Көрермендердің алдында біз қазір өздеріңізге мына экранда сұрақтар береміз. Сіздерде жауап беру үшін 5 секунд болады. 5 секундтан кейін дұрыс жауап шыға келеді. Мен енді ұпай не істеп отырайын, өзім санап отырайын. Кнопка жоқ бізде сіздердегідей. Тек қана дауыстап бірінші болып жауап айтып қалу керек. Ал кеттік, бастайық ендеше. Бірінші сұрақ. Қай сөз әрқашан дұрыс болып есептеледі? Дұрыс сөзі. Ой, не деген мықтылар. Сіздердің алдарыңызда өткен ғой деймін. Дұрыс? Дұрыс сөзі. Жақсы, келесі сұрақты қойық. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес, ортасында бір түн болады. Неге? Өйткені бір күн мен екінші күннің ортасында бір түн болады ғой. Яғни жарық уақытында жаңбыр жауса, ортасында бір түн, содан кейін екінші күн болады. Тамаша. Жаттап алғансыздар ғой негізі бәрін, қайдан білесіздер? Логикаға салыңыз. Не деген мықты логика. Ары қарай кеттік. Вашингтон, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт және Нерон. Бұл тізімде кім артық? Неге? Ойыннан шыққан қатысушы болып есептеледі. Адамдар басшылар, саясаткерлер, ал Шерлок Холмс ол ойдан құрастырылған кейіпкер. Иә? Кімнің жауабын есептеймін? Қыздың жауабын жігіттеймін, жігіттікін бе? Баланың қанша қарындасы болса, сонша інісі бар. Ал қарындасының әпкелері ағаларынан 2 есе аз. Сонда отбасында неше ұл, неше қыз бар? Кім айтады? Біз университеттің ішіндегі ең мықтымыз, біз мінездіміз, біз күштіміз. 3 қыз. 5, 4 ұл. 3, 2, 1. Жауап бар ма? 3 ұл, 4 қыз. 4 ұл. 3 ұл, 4 қыз. Сіз? 3 қыз, 4 ұл. Сіз керісінше айтып отырсыз. Міне дұрыс жауап көреміз қазір. 3 қыз, 4 ұл. Кім дұрыс айтты? Қыздар мықты. Әрі қарай кеттік. Шаршының қабырғасын 3 есе үлкейтсе, оның ауданы неше есе үлкейеді? 9 есе үлкейеді. 9 есе үлкейеді. Нақтағы жауапты қабылдадық. Сіз математикада оқисыз ба? Жоқ, мен дене шынықтыру және өнер жоғары мектебінде оқимын. Логика мықты дейсіз ғой, иә? Тамаша, дұрыс жауап. Жеткілікті ғой деймін. Әлде тағы бір жауап сұрақ қойып көрейік. Жақсы. Допты лақтырғанда топ сол ізімен кері қайту үшін оны қалай лақтыру? Жоғары лақтыру керек. Аспанға лақтырғанда ол қайттан сол ізімен. Өзінің қолына келеді. Бәрі дұрыс айтты, бірақ әскери жігіт бірінші айтты. Тамаша, мықты. Біздің болашақ ұрпақ осындай өте білімді екен. Көріп отырмыз, құрметті көрермендер. Осы және осыдан әлдеқайда қызықты сұрақтар жауаптарымен сіздің логикаңызды кәдімгідей қимылдататын жоба дара жақында ұлттық арнада эфирге шығады. Осындай жап-жас әп-әдемі біздің жастарымыз сол жерде білім бәйгесінде бақ сынап жатыр. Көріңіздер. Сіздерге көп рахмет. Қанша камера сіздерді қоршап тұр, толқымай тікелей эфирде сұхбат бергендеріңіз үшін. Сәттілік тілейміз. Сәлем айтыңыздар. Жақсы ардақтағы аздаған үзілістен кейін хабарымыз ары қарай жалғасады. Өмір көркем. Әзілдестік, әңгіме айттық, ширату сұрақтарын да қойдық. Хабарымызды енді әдемі әннің әңгімесімен жалғастырайық. Елімізге белгілі дәстүрлі әнші, 10-нан аса конкурстардың лауреаты атанған Наркенже Серікбаеваның 26 мамыр күні елордамызда «Әдемі ана» деген шығармашылық кеш өтейін деп жатыр. Қазақтың қара домбырасын арқалап көптеген қаланы гастрольдік сапармен аралап жүрген Наркенже қыздарыңыз енді бүгін біздің студиямызда қонақта концерті туралы айтып береді, әнін арнайды сіздерге. Менің ойымша Наркенжені жақсы көрмейтін адам жоқ. Сондықтан айтқан әніне бір арқаңызды қоздырып жіберіп Наркенжемен сұхбатты көріңіздер. Келіңіз. Барында оралыңның, ойнада гүл, қызыға бұл жалғандың солақ екен. Отырыңыз, жайғасыңыз, төрлетіңіз. Армысыздар, қалайсыздар? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Жақсы. Даусыңыз сондай бір
білмеймін, айта алмаймын енді. Өте әдемі әсерлі. Экран арқылы біле ма, білінбей ма көрермендер сезіп отырсыздар ма мына жердегі энергетиканы. Тыңдаңыздар сұхбатты. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош келдік. Қалайсыз? Дайындық қалай? Концертке? Жақсы, Аллаға шүкір. Сол деп отыра бермеңіз, енді дұрыстап айтып беріңіз. Енді концерт, әрине халыққа есеп беру концерт болғаннан кейін кімде болса толғаныс болады. Қорқыныш болады, ол сахнаның киесі болады. Менде бір қасиет бар, сахнаға шығып халықты көрмегенше менде толғаныс өте үлкен болады. Денемде діріл жүреді. Қалай халықты көрем, содан кейін барып уже ашылады. Енді көп режиссерлер айтады ғой, жаңа өнер адамдары толқымайтын әртістен қорқу керек деп. Шын мәнінде ол толқу өнер иесімен қатар жүру керек деп ойлаймын. Толқыған қанша жасқа келген кезде де, иә? Иә. Қанша тәжірибе болса да толқу орынды. Толқу ол жақсы. Керемет эндорфин ғой. Бақыт гормондары. Содан әншілер жас көрінеді, содан әншілер әдемі көрінеді, содан дауыс күшті болады, иә? Қандай дүниелер ұсынайын деп отырсыз? Атауы ерекше екен бұл жолы. Әдемі ана деп концертімнің, кешімнің атын қойғаным, мен өз анамды, енді ойлаймын, барлық адам өз анасын ең әдемі анаға санайды. Соның ішіндегі ең әдемі менің анам. Жоқ, менің анам. Қалжыңдаймын, кішкентай балалар құсап. Анаңызға арнау ән болады, иә? Иә. Оның ішінде менің анам 11 бала дүниеге алып келген. Сол қырға да шықтың қызым деп, ойға да түстің ұлым деп, бұл барлық ана сол қыз үшін, ұл үшін дүние өмір сүретіні хақ. Енді соның ішінде барлығы енді. Ананы қанша ұлықтасақ та аз болмайды бізге. Тағандай, біздің режиссерлеріміз өтінше айтып жатыр. Сол ән негізі көпшілік жақсы көреді бұл әнді. Айтып жіберіңізші, әудеп жіберіңізші. Бір үзіндісін осы әнді. Жетелеп жүріп жеткізген, қиындан сынбай өткізген, анасы аман адамдар, бақытты пенде жоқ бізден. Қырға да шықтың қызым деп, ойға да түстің ұлым деп, кешірші ана еркелеп, жаныңды алсам тілім деп. Шешілмес жұмбақ әлемі, бағымның сенсің дәлелі, бір жан жоқ сендей жұпарлы, түріңді көркем әдемі. Адам жоқ сендей әдемі. Тастадыңыз ғой. Анамыз сағынып кеттік. Эфирден жылатып жібердіңіз ғой адамды. Жақсы жарайды. Негізі менің ойымша, анаға деген сағыныш әркімнің жүрегінде жүреді. Қалай, дайындығыңызды айта беріңіз, мен есім жиып алайын. Дайындық жаңа айттым ғой, дайындық үлкен. Бұл әнді ойда жоқта орындалып жатыр ғой. Алла қаласа, дайындығымыз өздеріңіз көріп жатқандай, Сүгір атындағы облыстық филармониямыздың, Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың Сүгір атындағы оркестрімен басталады, яссы биімен аяқталады. Сонда енді іште. Енді мен ол кешімнің ішінде ана жұлдыз, мына жұлдыз қатысады деп айтамайым, бірақ барлығы өзім бұл. Негізі көрермен сізді тыңдауға баратын сияқты. Бұл жерде енді қазақ енді бетіне мақтамайды ғой, бірақ сіздің орындау шеберлігіңіз, сіз ұсынатын әндердің стилі, бояуы бәрібір басқа дүниені қажет етпей тыңдайтын туындылар. Сондықтан менің ойымша көрермен біледі сізді. Әсіресе аймақтарды аралаған кезде гастрольдеріңіз бар, содан құлақ құрышы қанып қалған және не тыңдауға баратынын біледі. Енді сіздің өз шығармашылығыңызға келетін болсақ, концертте сәттілік тілейміз, бәрі жақсы болсын. Қызыңыз шәкіртіңіз екенін білеміз. Қырға да шыңға да шығып жүрсіз қызыңыз үшін қазір енді. Сахнаға шығарасыз ба? Жоқ. Өйткені өнер жолы жалғыз мен емес, енді алдындағы әпкелеріміз де білетін шығар. Қыз балаға өнер өте ауыр. Сізде анасы бар болса, неге ауыр болу керек? Бәрібір ауыр. Неге?
енді ол өнерде ол ананың барына жоғына мен не істемейтін шығар, бірақ мен қанша демеу Алладан ғой, бірақ қаламаймын. Қызыңызды шәкірт етіп тәрбиелеп жүрсіз, бірақ дегенмен сахнаға шыққанын қаламайсыз. Жоқ, шәкірт етіп тәрбиелегенде. Енді солай бір айтып қалғаныңыз Иә, енді шәкіртім бірінші өзім қызым деп. Басында енді оқуға түсіріп, сол әнге түсіріп сөйткен едім, болмайды екен. Қай тұрғысынан түсіндіріңізші? Өйткені жаңа айттым ғой, өнер жолы ауыр жол. Соның өзі үлкен мағынаны білдіреді ғой. Моральдық тұрғыдан? Моральдық тұрғыдан. Отбасымен қатар алып жүру. Иә, отбасымен қатар алып жүру өте қиын. Енді қазір шын айтсам жеткізе алмай тұрмын ішімді ше. Түсіндім. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Оны білейік, иә. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, қазақ елі. Армысыз, аха. Әргенжеге сұрақ қоясыз ба? Әргенжеге сұрақ қойынды, не пайда деген бір өлеңі бар ғой, жаңадан шыққан. Иә. Сол сұрағыңызды айтсаңыз, сол не пайданы? Тыңдап келген екен, осы қазір ойлап отырғам. Не пайданы айтып берсін. Жақсы. Ол не пайданы ертең енді Алла қаласа, менің кешіме келгенде тыңдай жатарсыз. Иә? Жаңа ән ғой. Иә, жаңа ән. Сосын ол әнге қазір енді. Жақсы, оған уақыт керек. Уақыт керек, сосын ол 5, домбырамен айтқанда 5-6 минутта алады. Негізі айта кету керек, телефонға дамыл болып жатқан жоқ. Сіздің ана әніңізді, мына әніңізді айтып берсінші деп жаңа бір әу деп бастап едіңіз. Менің ойымша концертке келетін адамдардың саны өте көп болады. Наргенже, енді сіздің өз есіміңіз Кенжегүл, солай ма? Неге сахнаға осы лақабатты таңдап отырсыз? Жоқ, лақабатты таңдап. Лақабат болғанда қалай? Лақабатта емес, өз атыңыздай болып кетті ғой? Өз атым ғой негізі. Бірақ енді бетімдегі Нарма бола, Наргенже, ол бетімнің өзі де Нар деп айтып тұр ғой, Наргенже. Бірақ мен анам дүниеге келген кезде бетімдегі Нарым кішкентай болғанда, сосын ол кезде болады ғой енді, дүниеге больницаға барып тумаған ғой, үйде туған кезде бір жерін ұрып алдым деп ойлағанда. Содан Кенжегүл, үйдің 11-шісі болғасын Кенжегүл деп қойған. Одан кейін өсе келіп, анам бір күні Ташкентке, әкем денсаулығы болмай больницаға барған кезде бір сыған әйел аты кім деп сұраған автобустың ішінде. Сосын Кенжегүл десе, жаңағы өзі сықандар андай қылып сөйлейді. Сен не қызықсың ба, бұның аты Нар Кенже болу керек деп. Мен соны енді бала болып естіп алғам шығармын енді. Кейін сол Наргенже енді ойым ана кете ма деген да. Сол Наргенже, сонымен Наргенже болып аталып кетті. Бірақ азан шақырып сол Наргенже деп қойды, иә? Енді тұлғаңызда бір түрлі бір нартылғалық бар ғой енді. Кеңдік байқалады, сондай энергияңыз, арақаңыздың бар екені байқалады. Бұлай жаныңызда отырған кезде сезіледі, әу деп ән айтқан кезде байқалады. Мінезіңізге сай болып тұр, есіміңіз. Кішкентай қыз қалай? Кішкентай қыз жақсы. Хадия. Марапатыңыз, сыйлығыңыз. Сыйлығым Алланың берген сыйы. Жақсы, қазір 1,5 жасқа келді, Аллаға шүкір. Үйде? Үйде. Енді бұйырса концертке дайындық бәрібір қанша уақытты қажет етеді? Күтуші бар ма, әлде өзіңіз қарайсыз ба? Жоқ, күтушілерім бар, жаңа айттым ғой, өзімнен алдым бауырларым бар. Сол кісілер кезекпе-кезек қарап береді. Арнайымнан күтуші алмаймын. Сенбегендік емес енді. Бірақ бәрібір өз бауырыңдай қарамайды. Ал енді жаңағы айтып жатсыз ғой, концертке дайындық, ол қанша өңірлерде концерт беріп келатқаннан кейін анау айтқан қорқыныштар. Үйреніп кеттіңіз, е? Өмір салтыңызға айналып кетті. Тамаша. Енді бұйырса 26 күн Астанада. Содан кейін гастрольмен Батысқа барамыз, е? Ақтөбеге барамыз. Одан кейін Ақтауға, одан кейін Атырауға, одан Орал. Бізді бәрі көріп отыр, уақытын, күнін айтып беріңіз, біліп отырсын. 4 маусым Алла қаласы Ақтөбе қаласында Атырау мен Ақтау енді шешіліп жатыр. Оралда енді шешіліп жатыр. Енді нар қыздарыңызды құрметті көрермендер, Батыста күтіңіздер. 1-26 мамыр күні елордада концерт болады. Әдемі ана атты. Әннің бір шумағын жаңа біздің студиямызда айтып беріп бір жылап алдық. Барып аналарыңызды апарып тыңдатсаңыздар болады. Одан кейін Батысқа қарай, иә? Құдай қаласа. Енді осы жерге көп әнші келеді, өз әріптестеріңіз сұхбат береді. Көпшілік сөз соңында бір қысқа ғана енді
енді домбырамен жүрген әншілерге қазіргі кезде әсіресе нан табу жаңағы көбірек танымал болу қиын болып кетті дейді. Сіз осымен келісесіз ба? Жоқ, ол нан табу дегенде, нан табу сұраныс аз дейді. жоқ, ол әр адам өзіне байланысты ғой. Иә. Алла саған бойыңа өнерді беріп тұрғаннан кейін оны неге шығармасқа, неге соны жаңағы бұдан несібен да теруге болады, бұдан халықтың жаңағы саған деген ықыласын да көруге болады. Барлығын осы өзіңе байланысты тыңдата білу дей ма? Сен өзің жан дүниеңдегі әнді, өзің жүрегің сұрап тұрған әнді халыққа жеткізе білсең, халық сенен соны сұрап тұрады да, халық сосын өзіңді да сұрайды. Тамаша. Әр іске деген махаббат менің ойымша сұранысты оятады. Құрметті көрермендер, Наргин айтып отырған ән өнеріне деген махаббат сіздің істеп жүрген ісіңізге махаббатпен үйлессін, ұласын, және менің ойымша сол кезде несібе де ырысты бәрі де болады. Бұл өмірдің көркем тұсын көруге деген ұмтылыс. Рахмет сізге, Наргинже. Концертте сәттілік тілейміз. 26 мамыр күні бұйырса барамыз, көреміз. Ары қарай ұлттық арнада ардақты ағайын ақпарат. Наргинжеге алғыс айтамыз. Өмір көркем өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасады. Өмір көркем.